Ақшамнан кейін уағыз болды. Сол уағызға отырып бір тыңдап едім, анау сезім басқаша болды енді. Енді болады ғой, бірінші уағыз тыңдағаннан кейін болды, мынау менікі дедім ғой. Екінші класста сол мешітке бір досымыз себепші болып, мешітке бір барайық, ілім алайық, сол жақта бір мешітте намаз оқиық деп. Мектепте қызық қой енді. Сөйтіп бізді басында мешіттен қорқып, кішкене ол кезде білмейміз не екен, ислам не екен білмейміз. Сәл қалай болады екен деп, Бекболат бір рет баршы, мен саған бір дәрет алып үйретейін деп қол аяғын жуып дәрет алып үйретті да жүр деп бір рет апарды. Енді Алланың қалауымен бір рет барған кезде мешітке ақшам намазына бардым, Алланың қалауымен. Сол кезде бір мешіт ақшамның алдында екен, ақшамнан кейін уағыз болды. Сол уағызға отырып бір тыңдап едім, анау сезім басқаша болды енді. Енді болады ғой, бірінші уағыз тыңдағаннан кейін болды, мынау менікі дедім ғой. Мынау не деген әдемі тәтті нәрсе, мынау керемет нәрсе ғой деп жүрегім кәдімгі елжіреп қуанып мешітке келгеніме. Болды, альхамдулилля, осыда табанда боламын деп, Аллаға шүкір, сол 8-ші класстан бастап, яғни сосын ұлы уақытта бізге былай деп айтатын имам. Мен енді мешітке күніге келуге тырыстым да, бір естіп алғаннан кейін. Күніге сол күні айтатын Бекболат, жалпы мұсылман бір күні ұқсамау керек. Мұсылман әрқашан даму керек дегенді айтты да. Оның ол үшін істей аламын ұстаз деген уақытта Бекболат не баста? Мұғалім сен не баста? Араб тілін баста дегеннен кейін болды онда деп бисмилля деп кірісіп, бір Алланың қалауымен күніге сабаққа қатысып, сөйтіп 1-2 аптада екен, бәлки 1-2 аптада екен сол мұғалім сенеді бітіріп, Құранға түскен жайым бар, Аллаға шүкір. Сөйтіп күніге сүре жаттауға асығып, Алла сол бастағаннан бастап 1-2 апта өтпей, 1 ай өтпей, 5 уақыт намазға тұрып, сондай Аллаға шүкір ол уақыттан бастап ілімге қызығушылық басталды. Сөйтіп былай айтқан кезде достарымның бәрінен кішкене көшеден қыдырудан бас тартып, сол тек қана мешіт екі орта болуға былай өмір айналды ғой. Мешітке барасың, керемет әсер, ақшам құптан оқып қайтасың. Енді сол уақыттарды бәрі бүткіл адамның басынан өткен шығар. Ең бірінші намазға келуі бір тәтті, қызық, сондай бір күшті болады ғой. Сол уақыттар біздің де Аллаға шүкір басымыздан өтіп, ілімге деген қызығушылық сол уақыттан басталды деп айтсақ болатын шығар.